Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін веганский чизкейк даярлаймыз. Бұл чизкейкке ешқандай жануардан алынатын өнім қолданылмаған. Қанттың орнына ешқандай калориясыз қантты ауыстыратын өнімді қолдандым. Чизкейктің астыңғы бөлігіне бізге 30 грамм кокосовой стружки, 20 грамм өсімдік майы, 30 грамм грех жаңғағы және 40 грамм сухофрукты қажет. Чизкейктің жасалу жолы өте оңай. Барлық ингредиенттерді, яғни кокосовой стружки, өсімдік майы, грех жаңғағы, сухофруктыды блендер ыдысына салып, барлығын біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап араластырамыз. 18 сантиметрлік форманы фольгамен орап, осы араластырылған массамызды осы формамыздың ішіне салып, оның барлығын дөңгелек етіп жайып шығамыз. Одан соң үстін тегістеп, нығыздап басып шығамыз. Стаканмен немесе лопаткамен жақсылап басып шықсаңыздар болады. Содан соң 180 градуста қызып тұрған пеште 15 минут пісіреміз. Келесі кезекте чизкейктің негізгі массасын даярлаймыз. Ол үшін бізге 150 грамм жидек, менде 100 грамм клубника және 50 грамм смородина, 150 грамм кешью, 200 грамм кокос сүті, 150 грамм сүт, 10 грамм сахар заменитель және 7 грамм агар-агар қажет. Агар-агардан басқа барлық ингредиенттері, яғни суды, кокос сүтін, кешьюді, жидектерді, сахар заменительді блендер ыдысына салып, барлығын біркелкі массаға айналғанға дейін блендермен әбден араластырамыз. Осы ингредиенттеріміздің барлығы әбден араласқан уақытта ол қоюлануы тиіс. Оны бір ыдысқа құйып аламыз. Одан соң осы массамызға 7 грамм агар-агарды қосып, оны үздіксіз араластырып отырып, газға қоямыз. Газға қойып қайнатамыз. Содан соң газда үздіксіз араластырып отырып, әбден қоюланғанға дейін біршама уақыт қайнатамыз. Шамамен 10 минут көлемін алады. Формамыздың жан-жағына ацетатный пленканы кигізіп аламыз. Дайын болған негізгі массамызды осы формамыздың ішіне құйып шығамыз. Одан соң оның бетін жақсылап тегістейміз. Бетіне аздап смородина сеуіп шықсаңыздар болады, мен секілді. Одан соң холодильникке 3-4 сағатқа өз формасын ұстағанға дейін салып қоямыз. Чизкейк өз формасын ұстағаннан кейін холодильниктен шығарып, ацетатный пленканы шешіп, оның бетін қалауыңыз бойынша сәндесеңіз болады. Мен бетіне кокосовой стружки сеуіп шықтым. Осымен біздің өте ерекше дәмді чизкейкіміз дайын. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Мен өз каналымда тек қана ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Сол үшін міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.